Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін мен Абай Құнанбаевтың 19-шы қара сөзін оқимын. Бұл сөзді адамның ақыл, ой мен білім туралы маңызды ойлар айтылған. Сондықтан бірге тыңдап көрейік. 19-шы сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жамандығы таниды дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де естіп болады. Әрбір естілік жеке өзі еске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда ескі жарайды, сонда адам десе болады. Ондай сөзді есіткенде шайқақтанып, шалықтанып, не салбырып, салғыртанып естесе, не есіткен жерде қайта қайырып, сұрап, мұғайын деп тұшанбаса, сол жерде сөздің расында көзі жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естемей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен, сол секілді сөз болады. Осымен Абай Құнанбаевтың 19-шы қара сөзі аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, қолдау көрсетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.